Армысыз, Австрияның Вена қаласындамын. Әлемнің мәдени астанасы және әлемдегі өмір сүруге ең қолайлы 3 қаланың қатарына кіретін Венаның тыныс-тіршілігімен таныстырамын. Вена аристократ қала. Классикалық музыканың, операның, ғажап музыкамен маңғаз тарихтың орталығы. Мұндағы әрбір ғимарат, әрбір бұрыш сізді вальске шақырып тұрғандай. Классикалық музыканың, операның, ғажап музыкамен маңғаз тарихтың орталығы. Мерсер аналитикалық компаниясының рейтингіне сай, Вена әлемдегі өмір сүруге ең қолайлы қала. Бұл сапарымда Венаның бүкіл тыныс-тіршілігін, сұлулығын, тарихтан сыр шертер ғажап ғимараттарын бәрін көрсетем. Өмір сүруге ең қолайлы қала қандай болатынын да осы видеодан көресіз. Яғни Венаның сұлулығын 1000 рет естігенше 1 рет видеодан болсын көру керек. Атмосферасын сезіну керек. Вена эстетика, элегант сөздерінің синонимі. Моцарт өмір сүрген қалада классикалық музыка, ғажап құрылыстар, орта ғасырдың ерекше архитектурасы жиналған. Вена әлемдегі өмір сүруге ең қолайлы қала екенін айттық. Себебі бұл Еуропадағы табысы, жалақысы жоғары қаланың ондығында. Қала өте қауіпсіз. Вена мәдени өмір, сапалы білім мен медицина, экология, тазалық, қоғамдық көлік бойынша әлемдегі көп қаланы артқа тастаған. Міне осы критерийлердің арқасында Австрия астанасы әлемдегі ең комфорт қала атанды. Енді осыны кеңірек түсіндірейін. Мәселен, Венада жұрттың көбі жеке көлігімен емес, қоғамдық көлікпен я велосипедпен жүруге тырысады. Мұнда трамвайда, метрода, автобуста бар. Бұдан бөлек веложолдарда өте көп. Оған қоса қалада парк пен сквер де жетеді. Вена аумағының 55%-ын жасыл желек алып жатыр. Бұған қоса қала өте қауіпсіз. Қалада мусордың өзін кәдеге жаратады. Мұнда қоқыс жинайтындардың жалақысы дәрігер мен мұғалімнен кем емес. Олардың табысы 3000 евродан асады, яғни біздің ақшаға шаққанда 1,5 миллион теңгедей айлық алады. Қалада жиналған мусорларды сорттап, жарамсызын арнайы орындарда жағып, одан шыққан жылу мен қыста пәтерлерді жылытады және жұрт пайдаланатын ыстық су қайнатады. Бір қызығы, қоқыстарды өртегенде шығатын түтін ауаға тарарда арнайы сүзгіден өтеді. Бір жарым миллион халқы бар Венаның комфорты жайлы айттық, енді қала аралайық. Әңгімемізді бұл шаһардың символы Хофбург сарайынан бастайық. 1279 жылы салына бастаған Хофбург өз уақытында Австрия императорларының сарайы болған. Әр император сарай аумағын кеңейтіп, түрлі құрылыстар салған. Осылайша Хофбург қала ішіндегі қалаға айналды. Қазір Хофбург үлкен аумақты алып жатыр. 18 ғимараттан тұрады және сарайда 2600 бөлме бар. Бүгінде кейбір бөлмелер Австрия президентінің резиденциясы. Хофбург маңынан ат жегілген мынандай кареталарды да көзіңіз шалады. Бұл да бір Венаның сәні. Қазіргі заманда дамыған шаһар ортасынан ат пен атарба көрудің өзі бір экзотика. Орта ғасырда веналықтар ат пен атарбаны қоғамдық көлік әрі такси ретінде пайдаланған. Ал қазір бұл аттардың міндеті туристерге қаланы көрсету және есіне пайда келу. Атарбамен Венаның орталығын аралау 50 евро. Хофбургта Австрия ұлттық кітапханасы да орналасқан. Орта ғасырдан келе жатқан кітапханада ежелгі заманнан қалған папирус жазбалар, карталар мен глобустар, мал терісіне жазылған жазбалар, қара магия туралы кітаптар сақталған. Бұл әлемдегі ең ірі, ең әдемі әрі ежелгі кітапханалардың бірі.
Harry Potter фильмінің бір эпизоды да осы Ховбургтағы кітапханада түсірілген. Ховбург маңайында Еуропадағы ең танымал музейлер де орналасқан. Мынау жаратылыстану мұражайы. 250 жыл бұрын ашылған музейде 30 миллион дана экспонат қойылған. Енді қараңыз, бұл мұражайда жер бетінен құрып кеткен динозаврлардың қаңқалары, жойылып кеткен өсімдіктер, жәндіктер жайлы табылған бар деректер қойылған. Мұнда жер бетіне құлаған метеориттердің сынықтары, асыл тастар, балық, құс, жәндіктер, жыландардың бәрін табасыз. 39 бөлмеден тұратын бұл жер әлемдегі ең ірі жаратылыстану мұражайының бірі. Ал мынау 1891 жылы ашылған өнер тарихы мұражайы. Мұнда еуропалық танымал суретшілердің картиналары қойылған. Бұл жерде италиялық суретшілер Перуджиноның, Рафаэль Сантидің, Джорджененің, Джузеппе Арчимбольдоның картиналарын, нидерландық Рубенстің, Антониус Мордың туындылары бар. Венада музей көп, ал осы екі мұражай Венадағы мұражайлардың төресі. Венаның тағы бір символы қасиетті Стефан соборы. Бұл собордың жасы 800 жылдан асып кеткен. Мына 136 метрлік мұнарасы Венаның біраз ауданынан анық көрінеді. Шаһардың бас алаңында орналасқан бұл собор сыртқы әдемілігімен ғана емес, түрлі икона, өнер туындыларымен де танымал. Стефан соборын веналықтар Штефи деп атайды. Сол Штефи талай соғыстың куәсі болып, қазіргі уақытқа дейін жеткен. Собордың іші де ерекше, орта ғасырлық сән салтанатын сақтап қалған. Штефидің іші сыртының әдемілігіне шатырындағы мозаикалар да сән беріп тұр. Венаның ғана емес, Австрияның ең ірі соборы саналатын Штефидің төбесінде елдің елтаңбасы бейнеленген. 8 ғасырдан астам уақыт бұрын салынған бұл соборды австриялықтар толық сақтап қалу үшін жиі жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Австриялықтар ұлтының, дінінің символына айналған бұл собордың әлі де ұзақ жасағанын, Венаның көркіне көрік қоса бергенін қалайды. Венада әдемі соборлар мен сарайлар да жетіп артылады. Соның бірі Вельведер сарайы. 1714 жылы әйгілі қолбасшы Евгений Савойский Еуропадағы танымал архитекторларды шақырып, Вельведерді салдырып, жазғы сарай ретінде пайдаланған. Вельведерде жоғары және төменгі сарай бар. Ортасында үлкен бақ жатыр. 1900 жылдардың басына дейін мұнда императорлар, принцтер тұрған. 1903 жылы мұнда Австрия сурет галереясы ашылған. Қазір мұнда әлемге танымал суретшілер салған картинкалар қойылған. 45 жылы аяқталған екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Австрия аумағын ақш, Франция, Совет одағы, Британия төртке бөліп алған еді. 1955 жылы осы Вельведер сарайында Австрия өз аумағын бөліп алған елдермен келіссөз жүргізіп, тәуелсіздігін алады. Сондықтан сән салтанаты жарасқан бұл сарай австриялықтар үшін өте ыстық әрі қасиетті. Қазір бұл сарай жылдың 4 мезгілінде де келген жанды аппақ бейнесімен қарсы алады. Бұл жерде өткен ғасырлардың ұлылығы, архитекторлардың шеберлігі үйлесім тапқан. Сарайға қарап отыра бергің келеді. Венада Вельведерден де ертерек салынған Шенбурн сарайы бар. Құрылысы 1696 жылы басталып, 1713 жылы біткен. Дәл осы сарайда Австрия императорлары жаздағы уақытын өткізген. 1996 жылы ЮНЕСКО бұл сарайды мәдени мұрасына енгізді. Вена ән салып тұрған қала. Бұл шаһардың әр тұрғыны бір аспапта ойнай алады деседі. Ал музыкаға қызыққан жастың арманы Вена опера театрының
солистіне айналу. Венадағы мына опера театрына жылына миллиондаған көрермен келеді. Вена опера театры әлемде акустикасы ең күшті әрі сапалы 5 театрдың қатарында. Вена операсының кіші солистерінің өзі айына 3000 евро алады. Ал бас солистерінің жалақысы бұдан 2-3 есе жоғары. Опера театрындағы балкондардың билеті арзан, ал сахнаға жақын отырып, опера тыңдаймын дегендер билетті қымбатқа сатып алады. 1945 жылы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде театр ғимаратына бомба түсіп, жартысы қираған. 1955 жылы театр қалпына келтіріліп, содан бері бұл ғимараттың қабырғасынан әуен үзілмеген. Әйгілі Вена балы да жыл сайын осы опера театрында өтеді. Венада вальс пен бал егіз ұғым. Вена балы тек опера театрында ғана емес, қаладағы мына Бург театр мен Ратушада да болады. 1745 жылы құрылған Бург театрды Австрияда король театры деп атайды. Бург театрда әйгілі композиторлар Бетховеннің, Моцарттың талай туындыларының тұсауы кесілген. Әлемде танымал талай музыкант, актер осы театрдың киелі сахнасында өнер көрсеткен. 1776 жылы Австрия жері немістердің бақылауында болғанда билік Бург театрды немістің ұлттық театры деп атап, мұнда тек позитивті пьесалар қоюды бұйырған. Сондықтан Ромео мен Джульетта, Гамлет сынды соңы қайғылы аяқталатын пьесалар өзгеріп, ғашықтар пьесаның соңында бақытты болған. Венаның әрбір қуысы, әрбір көшесі өзінше бір әлем, бірақ жұрт аяғы үзілмейтін Кольмарт көшесі ең танымалы. Бұл қаладағы ең ескі көше. Кольмарт деген көмір базары дегенді білдіреді. Орта ғасырларда мұнда көмір саудасы қызған базар болған. Қазір Кольмартта қымбат бутиктер, әлемдік брендтердің дүкендері, алтын, күміс, бриллиант сататын сауда орындары орналасқан. Бір кездері көмір сатқан көше қазір Венадағы ең қымбат жерлердің бірі. Венаның орталығында мына бір орта ғасырлық ескерткіш көзге оттай басылады. 1694 жылы тұрғызылған ескерткіш оба колоннасы деп аталады. 1679 жылы Венаны оба дерті жайлап, бірнеше жылдың ішінде қала тұрғындарының 1/3 қырылып қалады. Сол кездегі император Леопольд I обаны жеңсе, құдайға алғыс ретінде ескерткіш орнатамын деп уәде береді. Кейін Венада обаның беті қайтып, император құдайға рахмет айтып, осы ескерткішті орнатқан. Ескерткіште 9 періште сомдалған. Орта ғасырда Венада оба дерті жайлаған соң, императорлар құдайдан жәрдем сұрап салған орындар басшылық. Мәселен, мына Карлскирхе католик шіркеуде обадан мезі болған елдің құдайдан жәрдем сұрап салғаны. Барокко стилінің ең үздік үлгісімен салынған шіркеудің биіктігі 70 метрден асады. Бұл шіркеу Венадағы ғана емес, Европадағы ең ерекше әрі әдемі католик шіркеулерінің қатарында. Орта ғасырда Еуропа қалаларында өз ратушалары болған. Яғни, бізде айтқанда ратуша әкімдік. Бұл 1883 жылы салынған Венаның ратушасы. Қала басшылығы отыратын ғимаратты салу үшін Еуропаның ең мықты 64 архитекторы жобаларын ұсынып, жергілікті архитектор Фридрих Шмидт жеңіске жеткен. Ратуша Венадағы ең әдемі ғимараттың бірі. Ратушаның ең биік мұнарасы 100 метрден асады. Ғимаратта 1000-нан аса бөлме, 2000-нан аса терезе бар. Мұнда жылына 100-ден аса мәдени шара, карнавал, бал, концерт, көрме болады. Жыл сайын Рождество кезінде Венадағы ең ірі шырша осы ратушаның алаңына тігіледі. Бұл ратуша ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасына енген.
Венада тарихи ғимараттардан бөлек ерекше әрі қызық стильде салынған безендірілген орындар да көп. Ал мынау 1983 жылы салынған Хондертвассер тұрғын үйі. 52 пәтері бар көп қабатты ғимарат әлемде суретке ең көп түсірілген тұрғын үйдің ондығына енеді. Бұл әлеуметтік тұрғын үй, яғни табысы аз отбасылар тұрады. Үйдің архитекторы Хондертвассер үйді қисық қылып салған. Мұнда тепе-тең ештеңке жоқ. Ауласы, қабырғасы әртүрлі. Үйдің әр тұсы әртүрлі түске боялған. Бұл үйде мозаика көп. Төбесінде 200 ағаш өсірілген. Қарапайым тұрғындар тұрып жатқан бұл үйді көруге күніне 10 мыңдай турист келеді. 1980 жылдары архитектор Хондертвассер осы үйдің дизайнын ұсынғанда Вена басшылығы қарсы болған. Осыдан соң ол Вена басшылығының табалдырығын тоздырып жүріп, құрылысқа рұқсат алады. Бүгінде бұл үй Венадағы жұртты және туристерді өзіне тартатын магниттің бірі әрі бірегейі. Венада жүрсеңіз, дүкендерден, кафелерде мынандай кенгурудың белгілерін көзіңіз шалады. Австралия мен Австрияны айыра алмайтын кейбір шетелдіктер бұл елге келген соң жұрттан кенгуруды сұрай беріп мезі еткен деседі. Осыдан соң австриялықтар Австрияда кенгуру жоқ деген осындай белгілерді трендке айналдырған. Бұл белгіде Австрияның ерекше бір символы. Вена қаласының жасы 1000-нан асып кеткен, бірақ мұнда тарихтың барлық бейнесі бар. Бұл қалада орта ғасырдың бүкіл болмысы, қазіргі заманның барлық ерекшелігін табасыз. Бұл қала әрқашан ән салып, классикалық музыкамен тербеліп тұрады. Қала 1000 жылды артқа тастаса да, әлі стилі жарасқан өзінше кербез. Мұнда адамдар өз-өзімен өмір сүріп жатыр. Ақшасы да жеткілікті. Венада халық айлықтан айлыққа дейін жан бағу дегенді білмейді. Мұндағы жұрт шынымен өмір сүреді. Венадағы тіршілік құдды бір вальске ұқсайды. Асыққан ешкімді көрмейсіз. Барлығы жайбарақат тіршілік кешіп жатыр. Вена әлемдегі нағыз аристократ қала. Аристократ болса да бұл шаһар келген жұртқа құшағын айқара ашады, барын көрсетеді. Австрияның Вена қаласы Европаның басқа қалаларының әрбір бөлшегін өзіне жинап алғандай. Мұнда Флоренция, Рим, Париж, Прага, Берлин, Франкфурт барлығы бар. Ақтастар мен жасыл шатырлы қалаға саяхатым осымен тәмам. Келесі қалада жүздескенше.